бүкіл қалың қазақтың арманы мен сұрауы. Нені армандап жүрсіздер? Нені сұрап жүрміз біз деген? Не мәселе біздің көкейімізде жүрген? Осы жайлы әңгіме болмақ. Соңына шейін тыңдаңыздар. Конституция дегенге де дұрыстап жауап бере алмаймыз ғой біз. Не десең? Ата заң дейді. Ал ата заң деген не десең? Басың қасиды. Заң ғой енді деген сияқты. Ол бізбен сізді арманымызбен, мақсатымызбен, мұратымызға жетелейтін, болашағымызды айқындап беретін үлкен кітабымыз ата заң деген. Осы кітабымыз 84%-ға өзгеріске ұшырамақ. Ол же дәптер емес қой, үйіңіздегі жатқан кітабымыз. Осы кітабымыз, үлкен кітабымыз 84%-ға өзгеріске ұшырамақ. Енді осы орайда бізде не шешілмей жатқан мәселе бар осының ішінде кітапта? Нені көксеп жүрміз, нені армандап жүрміз, нені сұрап жүрміз біз? Ана жақтан үкіметтен. Ол тіл мәселесі. Тілге деген құрмет. Тілдің мәртебесі. Бізде жазылған қазақ тілі мемлекеттік тіл бол. Бірақ оның қулау баптары бар, тармақтары бар мынандай. Мысалы, жеке ұйымдар мен мемлекеттік ұйымдарда, органдары болсын жаңағы, сол жерлерде орыс тілі қазақ тілімен тең деп жазып қойған. Осы нәрсені алып тастау керек. Бірақ тіл болу керек, ол қазақ тілі, мемлекеттік тіл. Бір. Енді өзге ұлттармен қарым-қатынастағы қолданыста болатын тіл, ол қандай тіл болу керек? Ол тағы да басымдылық мемлекеттік тіл қазақ тілінде болу керек. Түсініп отырсыздар ма? Орыс отырма, кәріс отырма, ұйғыр отырма, индустар қаптап жүр. Олармен сөйлесетін тіліміз біздің орысша емес, шүлдірлемей, қазақ тілі болу керек. Сол туралы мынау 2. Енді қазақ жерінде, қазақ елінде қай ұлт жүр? Тіпті өзіміздің қазағымызда мемлекеттік тіл, қазақ тілін меңгеруге міндетті деп жазып қойыңыздар. Ол 3. Бітті. Сонымен кешегі ресторандағы кикілжіңдер, спорлар, шешілмей жатқан даулар. Одан кейін таблоидтар, көшедегі тұрған жазулар, менюлар бәрі өзгереді. Біздің сөзіміз де өзгереді. Мықты болсақ осыны өзгертейік. Мына конституцияға өзгеріс кіргіземіз деп комиссия создавать етті ғой. Арнайы комиссия құрылды. Сол комиссия 2 отырысы болды ғой деймін. Сонда айтып жатыр, мынандай өзгеріс кіргіземіз, мынандай ұсыныстар түсті деп. Сонда мен түсінем. Мемлекет болғаннан кейін өздеріне қажетті өзгерістер кіргізіп жатқан шығар. Ол керек шығар мүмкін. Өздерінің әрекеттерін заңды қылу үшін. Бірақ айту конституцияға өзгеріс кіргізгеннен кейін халықтың пікірімен де санасу керек қой. Халық қазір нені күтіп отыр? Біз мемлекет өзінің ауруын жасырмау керек. Идеальный мемлекет жоқ мұны жер бетінде. Кемшіліктер бар ғой, соны ашық айту керек қой. Халықты қазір халыққа керек нәрсе қандай өзгеріс істеуіміз керек. Халыққа не керек деп ойлану керек қой. Халыққа керек қазір не? Міне ең бірінші мәселе халықты шулатып отырған мына уақыт мәселесі. Халық қазір жынды болып жүр ғой. Түстен кейін сағат 2 болса уже қараңғы түсе бастайды. Не істерлерін білмей жүр. Не балаларының мына балабақшадан қалай алатын, мектептен қалалы күнде біреу бару керек. Қараңғыда қайтам десе қайта алмайды, қорқады. Бір үлкен проблема болды сол. Ол туралы еш нәрсе ешкім айтпайды. Сонан кейін мына коррупция деген бізде керемет өсіп жатыр ғой мына Қазақстанда. Мемлекет құртып бара жатыр ғой. Оны бәрі көріп отыр ғой. Ауруын неменеге жасырамыз біз? Бар ғой ол коррупция. Коррупция жоқ деп кім айта алады қазір? Ешкім айта алмайды. Бар коррупция. Сол коррупцияны қалай жоямыз, қандай реформалар істеу керек? Онда еш нәрсе айтпайды. Бізде бір басқа проблема жоқ сияқты. Мына армияда қанша айтсаңыздар да, армияда солдаттар, сарбаздар өліп жатыр. Оны қай генералдан сұрасаң да, ойбай бізде проблема жоқ, дедовщина деген жоқ ашкин. Олар өздері өліп жатыр, өздері ауру екен, соған дейін ауру болған екен.
өздері әлсіз балалар екен деп. Олар ауру болатын болса, психбольный болатын болса, сіздер айтқандай, онда олар комиссиядан қалай өтіп жүр олар? Военный комиссиядан өтті ғой. Дені сау деп алдыңыздар ғой. Енді сол мәселені неменеге жасырады? Өліп жатыр ғой, рас қой ол. Сол проблеманы шешу керек қой. Проблеманы жоқ деп мойындамай қою оңай ол. Проблеманы шешу керек қой. Қиын болса да шешу керек қой. Халықтар аналар жылап жатыр ғой, әкелер жылап жатыр ғой. Көрмейсіздер мені әлеуметтік желіден. Біреу емес, 10 емес, 100-де өліп жатыр ғой. Соны тоқтату керек қой. Осындай мәселелерді мына халыққа ең керегі тіл мәселесі айталық. Халық әбден екі тілді болып, екіге бөлініп бітті. Орыс тілді, қазақ тілді болып. Өйткені конституцияның өзі дұрыс болмай тұр ол. Қазақ тілі мемлекеттік тіл дейді. Сонан кейін орыс тілімен бірге қолданылсын дейді. Сонымен екеуі де мемлекеттік тіл сияқты болып шыға келді. Сонан кейін халық әлі де ұқпай жүр ол. Бізде екі тіл мемлекеттік тіл ме, бірақ мемлекеттік тіл ме? Соны шешу керек қой. Ол проблема жоқ деп кім айта алады? Бар ғой ол проблема. Халықтың тосып отырған осы ғой, күйіп тұрған проблемалар ғой бұлар. Халық осыны күтіп отыр. Мүмкін бір өзгеріс болатын шығар деп. Бір тілі болатын болса мемлекеттік тіл. Баяғыда бәрі үйреніп болатын уже қазақ тіліне. Жоқ, ол проблеманы ешкім айтпайды. Айтылып жатса да тыңдап жатқан кісі көрмейміз біз. Неге сол проблемалар осы мына өзгеріске кіргізілмейді? Неге шешілмейді? Мемлекетке қажетті өзгерістер кіргізіп жатсыздар. Оны біз ұғып отырмыз. Ақымақ емес, халық ақымақ емес ол. Бірақ халыққа керекті өзгерісті де кіргізу керек қой. Соны ескеру керек. Халық бәрін бақылап отыр. Халық заңды түрде, заң шеңберінде шешілсе екен деп отыр. Соны шешу керек қой, халықты екіге бөлмей. Шіркін қазақтың кен даласы, тау мен тасы. Тауларды талай араладым. Қай жерге барсам да сонда бір таң қалатын. Барлық жерде ата-бабаларымыз зираттар. Әр жерде тастан қалған зират. Топтымы 100-деген жыл болған, 500 жыл болған зираттар. Кейбіреуіне тіпті 1000 жыл болған шығар. Керемет көп. Қазақстанның қай жеріне барсаң да, қай тауына, даласында жүрсең де, сол бабаларымыздың бейіті. Мына жерді қорғап шашылған ата-бабаларымыздың сүйектері ғой. Өздерінің осы жерді өздерін 10 есе көп дұшпандардан қорғап қалды. Содан кейін белгі ретінде сол бабаларымыздың бейіттері бәр жерде. Өздерінің сүйектерімен де қорғап жатыр. Сонда мына кейбір сепаратист келімсектер айтады ғой. Казахстан – это общая земля, многонациональная страна. Мой дед здесь родился, здесь работал, отец работал деп. Сонда мен айтам, олардың келгендері сол 18-ші ғасырдың аяғы 19-ші ғасырдың басы ғой. Ол соған дейін мына кен даланы қасыққаны қалғанша соғысып аман қалған біздің бабаларды солар кімнен қорғапты олар? Дайын жерге кірді де тартып алып жақсы жерімізді енді шіреніп отыр. Многонациональная деп, земля деп. Неге мына түркменнің өз жері, өзбектің өз жері, тәжіктіктің де өз жері, қырғыздың де өзінің жері, моңғолдың да өзінің жері. Тек қазақтың жері ғана, қазақтың жері емес, многонациональная. Ол это общая земля дейді. Соны естігенде ішім қазандай қайнайды. Әттен жігерің құм болады, не істейсің?